Бүгін мен кезекті клиентіме жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлемге өтініш қалай жібердім. Сәлеметсіздер ме, достар, сіздермен бірге іскер азамат. Бүгін мен өз клиентімнің жұмыссыз статусын тіркеп, жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлем алу үшін өтініш жіберу процесін көрсетемін. Бұл процесс оңай әрі жылдам, және әрбір жұмыссыз азамат осы мүмкіндікті пайдаланып, мемлекеттің қолдауына ие бола алады. Қадамдары: бірінші, жұмыссыз статусын тіркеу. Ең алдымен, жұмысыңызды жоғалтып, жұмыссыз ретінде тіркелу қажет. Ол үшін арнайы сайттарға өтініш беру арқылы өзіңізді жұмыссыз деп тіркей аласыз. Екінші, өтініш беру. Жұмыссыз болып тіркелгеннен кейін, жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлем алу үшін арнайы өтініш толтыру қажет. Өтінішті мемлекеттік сайттар арқылы онлайн жіберуге болады. Үшінші, қажетті құжаттар. Өтінішті жіберу үшін белгілі бір құжаттар талап етілуі мүмкін, бірақ алаңдамаңыз, бәрі ашық әрі түсінікті. Төртінші, әлеуметтік төлемді алу. Өтінішіңіз қабылданып, сіз жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлем ала бастайсыз. Бұл көмек сіздің қиын кезеңде тіреу болатын маңызды қаржылық көмек. Егер сіздерде сұрақтар болса, комментарийлерге жұмыс сөзін жазып қалдырыңыздар. Мен көмектесуге дайынмын. Жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлем алу бұл сіздің құқығыңыз. Қажет болса, осы үдерісті бірге жасайық. Сұрақтарыңыз болса, менімен байланысуға болады. Кез келген уақытта көмектесуге дайынмын.